бойынша қола медаль. Мұнда алтын. Тәуелсіз Қазақстан тарихында болмаған осы сұр мергендер додасында біздің құрама командамыз 11 медальге ие болды. Солар қатарында 3 алтын медаль, 5 күміс медаль, 3 қола медаль болды. Енді жалпы командалық есепте дүние жүзінде әлем кубогында бірінші орынға ие болу ол үлкен жеңіс деп есептеймін. Әрине ол тек қана спортшылардың жеңісі емес, ол біздің бапкерлеріміздің, жалпы командаларымыздың, әрбір баланың адал еңбегі, қажымас қайраты, тәртібі, бүкіл күш-жігерін, ынтаның арқасында осындай керемет жеңіске жеттіңдер деген ойды айтуға болады. Қазақстанның бірінші орын алуы ол үлкен біздің тренерлердің, біздің бапкерлердің арқасында. Өйткені біз 2 ай бойы осы жарысқа дайындалдық, осы әлем кубогына, рейтинговый кубок болғандықтан. Бұл жарыстан біз өзімізге сенімділік ала бастадық. Өйткені осы тарих бойында енді бірінші рет болып тұр Қазақстан бірінші орын алуы, және де бұл тек бастамасы. Осы олимпийский ойындарда біз бірінші орын аламыз. Yes, of course.